Содан кейін Иса жиналған көпшілікке және өзінің шәкірттеріне былай деді. Дін мұғалімдер мен парызшылдар Мұса пайғамбардың орнын басты. Сондықтан олардың айтқандарын түгелдей орындаңдар, бірақ істегендеріндей істемеңдер. Себебі сол айтқандарын олардың өздері іс жүзінде орындамайды. Олар ыңғайсыз, тым ауыр борыштарды халықтың мойнына байлап артып қояды. Бірақ өздері соларды көтеру үшін саусақтарының ұшын да қимылдатпайды. Олар барлық діни жоралғыларды жұрттың көзіне түсу үшін ғана орындайды. Маңдайлары мен қолдарына байлайтын Тәурат аяттары жазылған қайыс қалталардың көлемін үлкейтіп, шапандарының шашақтарын ұзартады. Қонақасыларда төрге жайғасуды, әрі мәжілісханаларда сыйлы орында отыруды жақсы көреді. Базарларда жұрттың өздеріне сәлем беріп, құрмет көрсетіп, ұстаз деп атағандарын қатты ұнатады. Алайда сендер ұстаз деп аталмаңдар. Ұстаздарың біреу ақ, ал сендердің бәрің өзара бауырлассыңдар. Жер бетіндегі ешкімге әке деген рухани атақ бермеңдер. Бірден бір рухани әкелерің көкте ғой. Өздеріңді тәлімгер деп те ешкімге ататпаңдар. Тәлімгерлерің біреу ақ, ол Мәсіх. Араларыңдағы ең ұлыларың бәріңе де қызмет ете берсін. Себебі өзін өзі жоғарлатқан әркім төмендетіледі, ал өзін төмен ұстаған жоғарлатылады. Дін мұғалімдері мен парызшылдар, 200-ділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Халық үшін Құдайдың патшалығын халықтан жауып құлыптап қоясыңдар. Өздеріңде кірмейсіңдер, кіргісі келгендерге де жол бермейсіңдер. Дін мұғалімдері мен парызшылдар, 200-ділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Жесір әйелдердің үй жайын ішіп жеп тауысып, әдейі көзге түсу үшін ұзақ мінәжат етіп жүрсіңдер. Сол үшін де бәрінен бетер қатаң жазаланатын боласыңдар ау. Дін мұғалімдері мен парызшылдар, 200-ділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Бірақ адамды болса да дінге кіргізу үшін жихан кезіп су кешесіңдер. Ал кіргізген соң оны өздеріңнен 2 есе бетер теріс жолға салып, тозаққа түсетін қыласыңдар. Көр соқыр жетекшілер, сендер қасіретке қаласыңдар. Себебі былай деп үйретесіңдер. Біреу киелі үйдің атымен ант етсе, сол мұнысын орындауға міндетті емес. Ал егер киелі үйдегі алтынмен ант етсе, онда ол сол антын орындауға міндетті. Ей, соқыр адамдар-ай, не артық? Алтын ба немесе алтынды қасиетті ететін киелі үй ме? Сендер тағы кім құрбандық үстелімен ант етсе, сол мұнысын орындауға міндетті емес. Ал егер ол соның үстіндегі құрбандықпен ант етсе, онда ол сол антын орындауға міндетті дейсіңдер. Ей, соқырлар-ай, қайсысы артық? Құрбандық па, әлде соны қасиетті қылатын құрбандық үстелі ме? Ендеше құрбандық үстелімен ант еткен сол үстелмен, және оның үстіндегілердің бәрімен де ант береді ғой. Сол сияқты, киелі үйдің атымен ант еткен, киелі үймен және онда тұратын жаратқан иенің атымен де ант береді. Сондай-ақ көктің атымен ант еткен, Құдайдың тағымен және тақ үстінде отырған оның өзінің атымен де ант береді. Дін мұғалімдері мен парызшылдар, 200-ділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Тіпті
Бақшадан жиналған жалбыз, ас көк, зире сияқты майда шүйді дәмдеуіш шөптердің құнының да оннан бір бөлігін садақаға бересіңдер. Бірақ та Тәурат заңының әділдік, мейірімділік және адалдық туралы маңызды қағидаларына көңіл бөлмей келесіңдер. Біріншісін істеп, екіншісінде қалдырмағандарың дұрыс болар еді. Масаны сүзіп тастап, түйені жұтып қоятын соқыр жетекшілер ай. Дін мұғалімдері мен парызшылдар, 200-ділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Ыдыс-аяққа сыртқы тазарту рәсімін орындай бересіңдер. Бірақ олардың іші алдамшылықпен әрі ашкөздікпен тартып алған тағамдарыңа толы. Соқыр парызшылдар, сыртының да таза болу үшін алдымен ыдыс-аяқтың ішін тазартыңдар. Дін мұғалімдері мен парызшылдар, 200-ділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Әктелген молаларға ұқсайсыңдар. Олар сыртынан әдемі боп көрінеді, бірақ іштері өліктердің сүйектері мен түрлі шірікке толы. Солар сияқты сендер де сырттарыңнан әділ болып көрінгенмен, іштерің 200-ділік пен күнәға лық толы. Дін мұғалімдері мен парызшылдар, 200-ділер, сендер қасіретке қаласыңдар. Пайғамбарларға әдемілеп мазар салып, әділдердің ескерткіштерін әшекейлеп безендіресіңдер. Және біздер ата-бабаларымыздың заманында өмір сүрген болсақ, олар сияқты пайғамбарлардың қанын төкпеген болар едік дейсіңдер. Сол арқылы сендер пайғамбарларды өлтіргендердің үрім бұтақ екендеріңді мойындап, өздеріңе қарсы куәлік келтіресіңдер. Осылайша ата-бабаларыңның жауыздық істерінің мөлшерін толықтыра түсесіңдер. Ей жыландар, улы жыланның ұрпағы, сендер сотталып, тозаққа түсуден қалай құтылмақсыңдар? Сол үшін де тыңдап алыңдар. Мен сендерге Құдайдың хабарын жеткізушілерді, дана адамдарды және киелі жазбаларды үйретуші ғұламаларды жіберем. Бірақ сендер солардың біреулерінің көздерін құртып, кейбіреулерін айқышқа шегелетіп өлтіріп, тағы басқаларын мәжіліс ханаларында дүрелеп сабап, қаладан қалаға қудалайтын боласыңдар. Сол үшін де кінәсіз әбілден бастап, өздерін киелі үй мен құрбандық үстелінің арасында өлтірген Барақияқтың ұрпағы Зәкәрияға дейін жер бетінде төгілген күллі әділдердің қандарының құны сендердің мойындарыңа жүктелетін болады. Сендерге шындығын айтам, мұның барлығы да осы ұрпақтың мойнына жүктеледі. Ей Иерусалим қаласы, пайғамбарлардың көзін құртып, Құдай саған жіберген хабаршыларды тас лақтырып өлтіретін Иерусалим-ай. Балапандардың қанатының астын алған құс сияқты, мен де сенің халқыңды қанша рет жинамақшы болдым. Бірақ сендер одан бас тарттыңдар. Сондықтан үйлерің қаңырап бос қалдырылады. Сендерге шындығын айтайын. Бұдан бұлай, жаратқанның атынан келе жатқан патша жарылқанған деп шақырған уақыттарыңа дейін мені қайтып көрмейсіңдер.